Сіз қандай серіктессіз? 7 саны. Мұндай адам қасынан өзінен жоғары тұрған серіктесті көргісі келеді. Білімі жағынан, әлеуметтік мәртебесі, қоғамдағы орны, табысы жағынан өзінен биік болғанын қалайды. Сонымен қатар жас жағынан да өзінен үлкен болғанын қалайды. Алайда егер серіктес өз ресурсын сарқып етсе және одан әрі өспесе, адам оған деген қызығушылығын жоғалтуы мүмкін. 8 саны. Бұл адам серіктесіне көп ақша жұмсайды. Ажырасқан өзінде өзіне ештеңе алып қалмайды. Егер екінші серіктесінде де 8 саны шықса, жұптарда мына жағдай болуы мүмкін. Бірінің ақшасы пайда болады, екіншісінің ақшасы кетеді. Мысалы, ерлі-зайыптылардың ішінен ол жақсы ақша таба бастады. Екіншісі жұмысынан айырылды. Егер сізде осындай серіктес болса, мұны әрқашан есте ұстаған жөн және оны жаңа жұмыс іздеуде немесе басқа кезде де қолдап отыру қажет. 9 саны. Бұл адам үшін жұбының өмірге көзқарасы, дүниетанымы толығымен өзіне сай келуі керек. Тіпті екі адамға бір өмірлік ұстаным деген түсінікпен жүреді. Сондай-ақ адам әрқашан некеден немесе жалпы жұптық қарым-қатынастан материалдық және рухани пайда іздейді. Кейде адам серіктесіне шамадан тыс идеалистік талаптар қояды, ерекше қарым-қатынас күтеді. Ол үшін бұл жағдайда өзін өзгертуге және қоршаған ортаны өзгертуге дайын серіктес күтеді. Достар, бұдан басқа да видеоларымды жіберіп алмас үшін маған тіркеліп қойыңыздар және сіздерден комментарий күтемін.